Мінекей көйлегіміздің алды. Бірінші біз көйлегіміздің алдына мына жерде біз подбордың өзінен қырқып алдым. 4 сантиметр, 5 сантиметр қылып, содан кейін мына жерге дублерин жабыстырып алдым. Оны кейін бұлай үтіктедім міне. Бұл уже дайын. Енді сіздерге выточкасын көрсетейін деп едім. Выточканы қолтық астындағы выточка жоғары қарай жатады. А мынау алдындағы белінің қасындағы мына түйме қадайтын жақ қарай жату керек. Міне біреуінде болдым. Мінекей екіншісінде тура солай. Міне қарасаңыз дублерин жабыстырылған. Жабысып апты. Міне дублерин жабыстырдық. Оны былай бүктеп, үтіктеп алдым. Енді қарасаңыз выточкасын алға қарай жібердім. Қолтық астындағысын жоғары қарай жіберіп үтіктеп. Мінекей қазір мына жерін 1 сантиметр, міне жерін 1 сантиметр тігіп аламыз. Мінекей енді қазір жағаның алдын сәл ойғым кеп тұр. 1 сантиметрдей ойып аламыз. Өйткені ішілі биіктеу болып кетейін деп тұр. Стойка воротнигіміз. Иығына жеткіздірмей. Міне осы көлемде ойып алды. Стойка воротнигімізді бұлай пішіп алды. Енді осы стойка воротникті бұлай қойып көреміз. Міне осы жерден бұлай қарай. Мінекей осылай қойып көреміз бұл воротнигімізді. Қатты тартып жібермейміз. Міне енді бет белгілеп аламыз. Мына ортасы керек бізге. Осы центрді, мына желкесінің центріне қойып тігетін боламыз. Міне белгілеп алдық. Жағамызды да белгілеп алдық. Мінекей тура кеп тұрады. Қазір мынаны жағасын тігіп шығамыз. Мына біздің жағамыз, біз осы жерден бұлай, міне осы жермен мына жерге шейін тігіп шығып, үтіктеп дайындап аламыз. Міне тігіп шықтым, қазір үтіктеймін. Міне тігіп үтіктеп алдым. Мінекей екі бүктеп қойып көрдім. Осы 1 сантиметрдей 0,7 сантиметр қалса да болады, өйткені түйме қадау үшін. Міне осылай қазір тігіп шығамын. Мінекей көрсеңдер, осылай булавка шаншып алдым. Мына жерден 7 мм міне үтіктеген жерден жетпей тұр. И мына шеті де тура солай 7 мм-дей жетпей тұрады. Әзір осы жер, осы аралықты булавка шаншыған жерді тігіп шығамыз. Міне 7 мм қалдырып, осылай тігіп шықтым. Бұяқта да тура сондай 7 мм қалып тұр. Қазір енді мына несін жауып көрсетемін. Міне подбордын жауып, қазір мына көрініп тұрған тігіспенен бұлай тігіп шығамын. Мінекей көрсеткен тігіспен тігіп шықтым. Менікі сәл берегірек қисық болды. Мен 1 мм әрегірек тіктім. Қазір енді бұны аударып көреміз. Міне аударған кезде мына жерден ары қарай соғып жібереміз. Мінекей көрсеңіздер, осындай әдемі болып стойка воротнигі шығады. Мияғы подбордын мен өзінен алғанмын, қыздар. Міне келесі бетінде тура солай тігіп шығамыз. Міне осылай тұрған кезде біз мынаны осы жаққа булавка мана шаншып, міне булавка мана шаншып үш жерге. Міне үш жерден мына тігіспенен айландырып бұлай тігіп шығамын. Мінекей бұл шетінде тігіп шықтым. Бұны да тура солай аударамыз. Ары қарай. Мына подборд манан жағамызды көрсеңіз, өте әдемі шықты. Мына жерін мен оверлоктап қоя саламын. Сонда біздің стойка воротнигіміз мінекей түймесін қадаған кезде бұлай осылай тұрады. Әдемі болып бізде осы жерден бастап түйме қадаймыз. Мына осылай жағаны салып үйреніңіздер. Мұқият қарасаңыз, ішілей қиын іш нәрсесі жоқ. Көріңіз ба, мен кантигін бері қарай шығарғам. Мынақта әдемі болып тігісі көрінбей тұрады. Міне қазір мен мынау жағасы, мына стойка воротнигі менен мына иық тұсына біз мына жеңді салып көреміз. Жеңді салу үшін мына жағы мына оң, мен насечка беріп қойғанмын. Міне осы жерге қойып, бұлай қойып тігіп өлшеп көреміз. Пока өлшеп көреміз.
Бүйтіп өлшегенде міне қараңыз 3 сантиметр мына иықтың несіне жетпей тұр. Бұяғы да сондай 3 сантиметрдей болады. Мінекей осылай мына жерге бұлай тігіліп шығады. Енді біз бұны тігу үшін қазір мен мына жақтан бұлай айландырып 2 рет тігіп шығамыз сборкаға. Мінекей 2 рет тігіп шықтым. Мұны мұқият қарасаңыздар, осылай айландырып 2 рет тігіп алдым. Қазір енді жиямыз бұны. Мінекей мен сборкалап алдым. Бұл жерде қатты сборка көп емес, міне слегка сборка. Мынау тура мына жерге келеді, мынау да келіп тұр. Мына да мынаға келіп тұр. Міне қазір булавка шаншып, айландырып тігіп шығамын. Міне қыздар, мен бүйтіп булавка шаншып алдым, айландырып. Мына ортасындағы тігісіне иығының. Мына жақ қарада айландырып, бүйтіп булавкаларын шаншып алдық. Міне тура келіп тұр. Олардың бәрі. Енді осы жерден осылай айландырып тігіп шығамын. Міне осылай айландырып. Міне. Үстіп тігіп шығамын әзір. Мінекей жеңіміздің оң жағынан көргенде осылай көрініп тұрады. Міне теріс жағынан көрсеңіз осылай мен тігіп оверлоктап алдым. Міне жеңім бүктеп алдым, теріс қаратып, не жерде тігісімен тігісі тура келіп тұр. Мына қолтығасындағы тігісі осы жерден 1 сантиметрден тігіп келіп, мына жерден 8 сантиметр жерден қалдырамыз. О жерден біз манжет саламыз жеңім аузына, ұшына. Міне жеңім тігіп, оверлоктап, мына ашық жерін қалдырдым. Бұл жерде манжет саламыз. Манжет салуында көрсетемін сіздерге. Міне біздің манжетіміз. Қазір осы манжетті мына жерге тігеміз. Мінекей мен мына жерге шейін тігіп алып, оверлоктап қойдым. Манжетті алып, үтіктеп, реттеп алдық. Енді осыны осы жерге тігеміз. Мінекей. Міне бізде мына жерде сәл артық қалып тұр. Мына жерге біз 2 складка жасаймыз. Мінекей бұл артқы жағына жасадық. Міне 2 складка булавка шаншып алдым. Мынаны қойған кезде 1 сантиметрдей артық болып тұр. Бұл 1 сантиметр артықты. Қазір мен булавка шаншып көрсетемін. Осылай шаншып тігіп шығамыз. Міне складкасын мен бұлай тігіп алдым. Енді міне бұлай булавка шаншып алдық. Көрдіңіз ба? 1 сантиметр ғып булавка шаншып алдық. Енді осы араны, осы жерді айландырып бұлай тігіп шығамыз. Міне мен бұлай бүйтіп тігіп шықтым 1 сантиметрден. Өте әдемі болып тұр. Міне манжетті тігіп шықтым. Складкасы осылай. Мына ашып көрсетейін. Мінекей ашқанда осылай тұрады. Мына жерді біз әзір оверлоктай саламыз. Мен бұл трехшовный ғып пішкем. Трехшовный дегеніміз міне алдыңғы жағында тігісі жоқ. Көрсеңіз, мына арқа жағына мен тігіс қойдым. Міне тура ортасына тізу, міне матаның мынандай кромкасынан. Енді мен біраз әрегеректен 1 сантиметр тігіп, тоқып, үтіктеп шығамын. Міне арқасын тігіп, бұлай үтіктеп алдым. Енді осының үстіне алдыңғы бүтін жағын төсеп көрсетемін қазір. Міне мына алдын төседім мыняға. Көрсеңіз мінекей. Бір-біріне. Сонда бұл трехшовный деп айтылу себебі, мына арқа жағында ортада 1 тігіс, мына шеті 1 тігіс, мына шеті 1 тігіс. Сонан трехшовный деп аталынады. Бұл пішуге өте экономный, әрі етегі кең болады. Мынандай. Қазір мен мына шетін, мына шетін тігіп шығам. Мінекей кеудесі тігіп шықтық, бәрін жеңін салдық, жаға, жеңі, манжеттерін бәрін істеп болдық. Енді мына беліне юбканы қойып көреміз. Мінекей кеудесін бұлай қойып көрдік, юбканы да қойдық. Қазір осы жерді тігеміз. Ол үшін юбканы теріс айландырып аламын. Теріс аударамын әзір.
Мына юбканы теріс айландырып алдым. Мына жерде ортасын белгілеп алдым, өйткені ол ортасы осы ортаға тігілу керек. Қазір енді мына кофтасын осы юбканы ішкі жағына салып көрсетемін. Мінекей мен юбканы ішіне кіргіздіріп, бүйтіп булавка шаншып алдым. Мына ортасына, мына жерден, мына жерден. Енді осы жерді былай айландырып, тігіп шығамын. Мінекей етегін айландырып тігіп, ременін байлап, отырмын, жақындау көрсетейін. Көрсеңіз өте әдемі шықты. Сіздер де осылай бастан аяқ әрбір тігістеріңізді үтіктеп, сөйтіп тіксеңіздер жақсы болады. Мына манжетін көрсетейін. Манжеттері де мынандай әдемі. Мына арт жағы былай складкамен тұрады. Мұқият көрсеңіздер өте керемет, оңай тігіледі. Кез келген киімді осылай тігуге болады.